мына жақта жүріп қалсам деп жауап ойлап отыр. Кеттік пе? Кеттік. Қалайсың, Қуаныш, жақсысың ба? Жақсы, өзің қалайсың? Амансың. Қуаныш Кеңес деген кім? Ол әнші ма, жайдарманшы ма, либо оператор ма? Қуаныш Кеңес деген ол мен, оператор, жайдарманшы, тағы бір ұнып көшсіңдер, композитор, композитор. күйші, тағы бір екеуі ол техничный жасайтын жұмыстарым деп қойды. Болмайды айтуға. Кешкісімен де дейсің. Сол өзіңді қай бағыттан көбірек көресің? Әншілік қой, бірақ енді әншілік деп жұмыс жасағанмен бәрібір әзіл жағынан көп көремін өзімді. Себебі әнге қарағанда көбіне сағыз команда сол әзіл жағынан көп көңіл бөліп отыр. Түндері жатар алдында наушникпен ойнайтындар өтетін болыпсың. Жылап техничный қызын ойлап құттайды. Көптеген жайдарманшыларда, былай немесе вайнерларда, немесе вообще телевидениеде жүрген юмористерде әртүрлі образдар болады. Сенде қандай образдар бар? Мендегі образ енді не қандай? Тупо етіп жүрген адамдар бар да. Біреуге пышақ тауып мә өліп қалды. Сондай ғой. Мә өлемін адам деген сияқты сондай образдар да. Соңғы кезде жақсы әндердің авторсың. Өзің көрермендерің бар, өзіңде де шабыттандың да. Жақсы, шабыт деген сөзді, шабытты қайдан аласың сен? Сенің музаң бар ма? Қалай вообще? Шабыт динаның атынан аламын деп қойшы. Қашаннан бастап вообще композиторлыққа жақындадың? Қашаннан болғанда мектеп кезінен бері басқалар сияқты шабыт маған күнде келе бермейді. Арасында келеді шабыт өзі. Сол кезде бір жайлап ұстап қалып, бір жерге түртіп қойып, немесе диктофонға ыңылдап түртіп қоятын кездеріміз бар. Сосын соны жайлап бүгінге жақсы дүние шығарамыз. Жайдарманда ең мықты әзілің қандай болды? Өзің көңілінен шығатын. Залды төңкеріп тастайтын, потолокқа қойған деген бір. Кеше вокзалда қыз жоғалтып алдық дейтін әзіл жақсы кетті. Ерекше болсын деп жақында командаға 2 қыз алдық. Астанаға келгеннен кейін вокзалда 40 адам арасында жоғалтып алдық. Табылмасын, полиция бөлімшесіне бардық та. Аға, қыздар жоғалтып алдық деп едік қой. Іздеңдер, біз іздейміз дей. Кем ба бірдеңе? Сосын жақсы деп вокзалдың айналасын іздеп жүрсек, бір апа келіп тұр. Сендер ме қыздар іздеп жүргендей? Я, біз деп едік қой. Жүріңдер шеш деп ертіп алып кетті. Сосын жақсы деп кетсақ, апа тұрып қалды да, мына құтты болады барайын тұр міне дей. Ұят қой, тұсақ кетсек, бірге келдік қой дедік сосын. Сосын апаның үйіне кірсе, басқа қыздар екен. Жо, апа, ол емес деді де, шығып кеттік. Болды. Қалай ойлайсың, сағыз құрамасы неге чемпион болған жоқ? Чисто өзің азамат ретінде, сол сағыздың тұрғыны ретінде. Сағыз неге чемпион болған жоқ? Себебі білмеймін, бар жағдайды, бар мүмкіншіліктерді жасадық, біз тырыстық, қолымыздан бар келгеніміз жасадық, бірақ бұйылмайтын нәрсе бұйылмайды екен. Желілік ақпаратта сағыздың биографиясы, географиясы деген сөздер көп кетіп қалды да, сол жөнінде түсіндіріп өтсең, біздер түсіне алмай жатырмыз, мысалы, көптеген халық түсіне алмай жатыр. Сағыздың биографиясы, географиясы да келмейді деген, сол манағы неге чемпион болмадың деген сұраққа жауап сияқты меніңше нақты. Енді деп қалып отыр. Қорықпай айтып. Тікелей өзім айтылмаған әңгіме болғаннан кейін жауап бере алмаймын. Командаға айтылған әңгіме ғой. Жетекші болып беретін шығар, толығырақ деп ойлаймын. Себебі жетекші соның барлығына толық жауап береді. Бір интервью береді, сіздерге міндетті түрде айтады. Онда бұйырса шақырамыз Ернарды. Мына сағыз құрамасында барлығы жаңағы основной игрок дейді ғой. Негізгі ойыншылар емес та.
қасында жаңа массовка деп айтамыз. Вообще желаю андай может андай макетін просто әкеліп қойып қою идеясы жоқ па или просто. Мен неге сағыз құрмас құрылғанда ең басында бір ойын 20 интернеттен қараса, бір сөйлемей, до конца сөйлемей кеткен нем бар екен ойын. Балдар прикол сап, енді менен көп сөйлей алған жоқ ішінде. Әзілмен де айтып жатамыз, бірақ шынында сондай жағдай командада болып жатыр, көп сөйлемей қалатындар бар. Жігіттер, біз сөйлейміз ба? Мен сөйлемегеніме 2 жыл болды ғой, бірдеңе дейік та? Үшеуіңді ғана танитын, біз танымайтын. Шынымен жапон былай қарап тұрсам бар, тек қана сендер таниды. Мысалы бар, құрмет көрермендер, мына жігіт танисыңдар ма? Танисыңдар ма? Көрдің ба, міне ешкім танымайды. Танымайды. Кім серьезно анау? Себебі бәрі бірдей сөйлей берсе де, ол бірден халыққа жақсы нәрсе бермей сияқты, меніңше бір пас беріп, сол әзілді точно беріп тұратын футбол сияқты ғой. Голды бәрі келіп бір теуіп қатар салмайды, бір аяқпен. Біреуге береді, сосын әдемі береді деген сияқты ғой. Сондай болу керек болар деп ойлаймын басында. Үшеуім бар, мен жапы үшеуміз ғой, көбіне сөйлейді. Бұрын күшін сөйлемейтін болды деп үшеулей текінге тұрады еді. Деп істелмей 10-да азар істей үйретіп едік бұл үшеуі. Бұйырса енді сіздер КТА-да ойын деп жатсыздар да? Сол жөнінде айтып өтсең. Дайындық бізде басталып кетті. Дайындық жаман емес. Конкурстар бойынша, барлық тур бойынша жақсы дайындалып жатыр. Осы неде көп командада балалардың қозғалуын талап етеді. Бұл КТА-дағы бір жақсы сайыстың барлық қозғалатындай бір сөйлейтіндей мүмкіндіктер осы КТА-да туатын бар бұйырса. Бұйырса халықтың көңілінен шығамыз. Дәурен өтіп кетті, дәурен жақсы дайындалып жатыр. Қымыз келесі попросить кесін іштім деп андай видео бар білесің ұстап алып. Тренде қазір 1 минут маған балды соғып отыр. Тренде рубрикасы бұл жерде мен саған қазір жастардың аузында жүрген хит сөздерді айтамын. Сен соған бір өзің естіген немесе мағынасын білсең, сол мағынасын айтсаң бізге. Хайп деген не? Хайп деген, осы күні кеше естіген әңгіме, осы кеше ана биография дегеннен кейін. Малой, о, брат малой деген кезде де ана сол Картоп ТВ ма, соның балаларда сондай бірдеңелер болған, хайп бірдеңе деп историяға бірдеңе жазған, бірақ көрдім, байқадым, бір-бірімен интернет арқылы аты сумасың. Шек кетті. Хайп не ақтап қойды, өзін не ақтайды кетті. Сондай сияқты өтір, білмеймін. Зашквар деген сөз қалай түсінесің? Зашквар. Қалдар қалай? Зашквардың кавер версияда қойшы. Зашквар дейтін бірінші естім. Мен де бірінші естім. Ешкере дегенді қалай түсінесің? Братан, әшкере. Әшкере. Мен мұны жерде етіп тұрмын. Әшкере ма? Әшкере. Өзің қалай сендерден де ұятты отыр, мен де өлмей отырмын. Анау емес пе, әшкере. Турецкий әнші. Эшкере. Камера экшн. Байн продакшн. Хейтер. Хейтерлар дейтін анандай бір видеоның астына бала қарттап, өзінің қолынан келмесе де келетін адам құсап жазып кететін адамдарды айтады сияқты, хейтерлар дейді. Примерно түскен сияқты. Деп жазып кетеді ғой. Өзі бара жеңіп тұрады. Жиза деген сөзді қалай түсінесің? Мен егім тұрады. Састықым ғой. Састықым біз айтады. Жиза дейді. Жиза дейді. Жизнің қысқартылған түрі ма? Жизненно деген сөз ғой. Өмірлі. Қазақшасы өмір қалай деген бе? Қазіргі таңда блогинг дейтін саласы қаттанып келе жатыр, сол блогингке қалай қарайсың? Сен өзің блог жазасың ба? Өзіңнің инстаграмда, фейсбугында, көбінесе инстаграмда тұрасың. Блогер ма? Иә, блогер жағынан толықтай бір ақпарат жазып. Мен баяғыда фейсбукта отырған кезде мәселен 2 жыл бұрын ба нормально белсенді болдым, ананы жазып, мынаны жазып, бір мәселені шағын қозғап қоятын. Бірақ енді қазір ұмытып кетіп, инстаграм шыққаннан кейін ұмытып кетіп шындай. Қазір инстаграм астына бірдеңе жазсам да қиялилап, не істеймін бірдеңе сияқты. Сондықтан кішкене ондай нәрсені қозғайтын адамдар өздері болатын сияқты. Сондай адамдар көрдім де, содан кейін қойдым. Шеймей қойдым. Оларды жазғанды оқып өзім қоя қойдым. Давай. Былай ойда жоспарда жоқ да ондай жазып? Ондай жоспарда жоқ. Вообще негізінде Қуаныш командамен, сағызбен да скетч немесе роликтар сондай түсіру ойда бар ма?
ашыш қатып қойған жоқпыз да, қойсын ба? Қатып қалса кірмейсің мен жап тұрмын, ашып мошешім. Передача ашу немесе. Сағызбен передача ашу ойда болды бізде осыдан неше 2-3 жыл бұрын конкретно телевидение передача жасап, онымен бір қаражаттың жетіспеушілігінен қалып қойды. Бір жақсы рубрикалар болды, ішінде скетч шоулар болды, жаңалықтар айтатын нелер болды. Просто енді барлығын қаражат байлайды, бірақ енді әркім өзінің қолынан келген істейді, соткамен телефонмен сүріп кетеді. Қазір бәрі сондай кеткен вайн деген сияқты. Жалғастырамыз ба, Қуаныш? Жалғастырамыз. Сонымен достық па, ақша ма? Достық. Достар көп па? Дос сияқты болып жүргендер көп. Бірақ енді өзіміздің айналамызда жүрген бауырларымыз бар, шынайы достар солар ғой. Өнер ма, ақша ма? Өнер деп ойлаймын. Өнерің мықты болса, ақша жетіп тұрған жерден асып кетуі болады. Ақша дейтін бір жер бар, бірде жоқ, любой жерден лақтырып кетеді деген сияқты ғой. Өнер лақтырмайды өмір бойы. Әдуін, мынаған қара, басында 2 орай бар. Мә сонда 2 айда алайын болып тұр. Сенде Қайрош неше орай осы? Менде ма? Иә. 1 орай ода. Сен әзіл айтып жатырғанда кеше деген сөзді бастайсың. Неге? Неге ертең или алдың күні? Андай ғой именно кеше. Кеше сынды кесе неше кеше дейтін ол жаңалық шығып кеткен болды. Бір рет алдың күні деген болды. Қайдан шықты? Алдың күні деген болды. Иә. Кеше деген білмеймін, бір негізі әңгіме болды, просто кеше деп бастайтын болды, басында Ақтөбеде ойнап жүрген кезде. Просто простой сөз болды. Кешеге емес, оның айтылатын әңгімеге удаление көп болды да, негізі. Кеше деп риск айтып кететін едім. Иә. Бір күні кеше деп айти бергенде уже адамда үйреніп кеткен ғой. Бір күні кеше десем бәрі жылып қалды. Кейін ба бір тақылдап келіп отыр ғой. Ясын құтып кеткенсің ғой. Кеше деп бір күні оны бөлек әзіл болды кәдімгідей рахат. Атып жоғында пішен деген сияқты, жа болды деген сияқты атын атты. Бірақ кеше дейтін сияқты емес мен. Алдың күні деп айттық, бірақ ойымды айтып. Иә. Бірақ алдың күні деп бәрібір айтып қалып тұр. Жалпы вообще мына кеше жөнінде де. Мен саған бір бастап берейін, сен соған бір жалғастырып кетсең. Соның ішінде мына кеше мен базарға барғанда, кеше базарға барсам, бір носки сатып отыр, киім ба бірдеңе. Апа, носки беш деп едім ғой, ақшасын бешеш дейді. Кетей дедім. Аяма киіп қарасам, бірінші аяқ киіп шешеді ғой дейді. Носки балшық болып қалды. Айқайлап отыр, апа қашып кеттім. Киім болып тұр ғой. Ертең мен үйленгенде деп құтты ойланып қалды. Ертең? Кеше деген сияқты айтып өтті. Иә, типа сол екінші вариант. Ертең үйленгенде мен қалай болды? Үйленіп көрмесін білмейді екенсің. Сен үйленіп көрдің қалай болды айтшы. Ертең үйленгенде күшті болады деп ойлаймын мен өзімше. Все. Болды ма десің? Болды. Ертең үйленгендегі әзіл айтылмай қалдым. Ойланатын әңгіме екен. Серьезно болып қалды ғой, үйлену. Сол кәдімгі. Вообще ол жоспарда бар ма негізі? Дастархан басында отырғанда әңгімен қозғалатын осы шығар. Соны айтып үйленбейсің бе? Жоспарда бар ма негізі үйлену? Ертең құтақандай қыз аласың деген сияқты. Өзінен бір шама жас қыз аласың. Үйлену қазір үйленейін. Үйлену ойда бар ғой, бірақ сол үшін тырысып қойдық қой. Шығармашыл жастарға өзінің ұсыныстарыңды, жолдарды қандай да бір өзінің ұсынысың болса. Тілек айтайын соларға. Тілек айту керек басың. Кейін бе? Тілек айтқаннан осыны енді ондай дәрежеге өсіп кетіп бәріне андай ақыл айтатын жағдайда емес болса ғой енді біз әлі сондай этапта жүріп қой. Енді бар көргенімізді айтамыз ғой, білгенімізді, көрген нәрсемізді айтамыз. Бастаған, мысалы, қай нәрсе болмасын, бастағаннан кейін шынайы ниетпен кірісу керек біріншіден. Ниетіңде болса, ол ары қарай жұмысын баса береді. Армандасаң қиялданбас дейді ғой, әңгіме ондай емес, негізі қиялдан туады бәрі. Қиялдасаң бәрі болады деген сияқты. Сондай. Құттай қиялдап қарашы.
машина болып тұр. Геликтің ішіне өйтіп деп ойлаймын. Қуаныш, біздің көрермендерге қалайсың, KZ-тің көрермендерге өзіңнің тілегің? Қалайсың KZ? Жақсысың ба? Қалайсың KZ? Жақсы, мен өзім интернеттен көрем. 2-3 бағдарламада түсіргендерімде бәрін қарадым десем болады, бірақ көбіне қалған бар шығар. Жақсы бағдарлама, өте андай позитивный, креативный, жақсы. Жалықтырмайтын, адамның бүйтіп қақшитып деп галстукын таққызып қақшитып отырып қойған тербей қойып, андай қыспайды адам. Еркін тақырыпта әдемі ойыңды ашық айта аласың. Ғұмырларың ұзақ бола берсін деймін, басқа не айтамын. Әдемі. Бұл дейтін тек интернетте емес, телевизорда, телевизиялық неде? Айтам деп айтшы. Телевизиялық деңгейде көтерілсін деген не айтам? Амин. Тілек айтам. Тілектерім осы.